Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы іс-сапарға барар алдында. Грамматикалық тақырыбымыз есімше. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Алғыс, араға 10 жыл салу, айрықша, ойға сіңіру, дүние таным, ерлік, жарасымды, инабаттылық, кең, қуану, құлақ асу, құрмет тұту, мәселе, мақтан тұту, намыс, нәзік, намысқа тию, парасатты, сезімтал, ұмтылу, шексіз, ізіңді басар мұрагер. Бірінші тапсырма. Тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. Тексеріңіз. Мәселе шешімі бар немесе жоғыз. Қуану. Өмірде жақсы хабарды естігенде адамда болатын сезім. Мұрагер. Ата-анадан, туысқаннан бір затты мұраға алып қалатын адам. Айрықша. Ерекше сөзінің синонимі болып келетін сөз. Екінші тапсырма. Сөздерді сәйкестендіріңіз. Тексеріңіз. Мәселені шешу, жарасымды отбасы, құлақ асу, намысқа тию, жар таңдау, спортпен айналысу, мақтан тұту, дүние танымы кең, балалық шақ, үйлену тойы, некеге тұру, балаша қуану. Үшінші тапсырма. Тиісті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңыз. Тексеріңіз. Отбасындағы мәселені бірігіп шешкен дұрыс. Менің ұлым журналист мамандығын таңдады. Ерте үйленсең,
Ізіңді басар мұрагерің өзіңмен бірге өседі. Әрбір қазақстандық азамат өз отанын мақтан тұтуы керек. Бала тәрбиесімен әке де, ана да қатар айналысу керек. Ол араға 10 жыл салып, туған жеріне қайта оралды. Танымдық бағдарламалар баланың дүние танымын кеңейтеді. Үлкендердің айтқан сөздеріне құлақ асу керек. Қыз бала сезімтал, нәзік болып келеді. Әр отбасының өзіндік ерекшелігі болады. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз есімше. Есімше, есім сөздің де, етістіктің де қызметін атқаратын етістіктің ерекше түрі. Есімшенің бір формасы ар, ер, р, с қосымшалары арқылы жасалады. Ар, ер, р, с қосымшалары арқылы жасалған есімшелер келешек мағынасын білдіреді. Көбінесе алдында, бұрын сөздермен тіркеседі. Мысалы, іс сапарға бармас бұрын құжаттарды әзірлеу керек. Жұмысқа тұрар алдында мемлекеттік тілден емтихан тапсырады. Есімше тұлғалы етістік есімдерше қызмет атқарғанда бұл формасы септеледі, тәуелденеді, көптеледі, жіктеледі. Жіктелуі болымды түрі жекеше. Мен айтармын, сен айтарсың, сіз айтарсыз, олар айтар. Көпше түрі біз айтармыз, сендер айтарсыңдар, сіздер айтарсыздар, олар айтар. Болымсыз түрі жекеше. Мен айтпаспын, сен айтпассың, сіз айтпайсыз, ол айтпас. Көпше түрі біз айтпаспыз, сендер айтпайсыңдар, сіздер айтпайсыздар, олар айтпас. Есімшенің бұл формасының болымды түрі жатыс, шығыс септік тұлғаларында қолданылады. Бірнеше сөз бар септігінде кездеседі. Басқа септіктерді қолданылмайды. Есімшенің бұл формасының болымды түрі тәуелді, табыс, жатыс және шығыс септігінде ғана айтылады. Ал болымсыз түрі толық септеледі. Атау септік, айтпас, ілік септік, айтпастың, барыс септік, айтпасқа, табыс септік, айтарыңды, айтпасты, жатыс септік, айтарда, айтарында, айтпаста, шығыс септік, айтардан, айтарынан, айтпастан, көмектес септік, айтпаспен. Төртінші тапсырма. Тиісті қосымшаны жалғаңыз. Тексеріңіз. Барар алдында, кетер алдында, келмес алдында, ұйықтамас алдында, жасамас алдында, оқымас бұрын, көрмес бұрын, жазбас бұрын, айтпас бұрын, кетпес бұрын. Бесінші тапсырма. Толықтырыңыз.
тексеріңіз. Ол саяхатқа шықпас бұрын сол ел туралы ақпарат жинайды. Асқар киім алар алдында киімнің бағасына қарайды. Мен кітап сатып алмас бұрын авторына қараймын. Шет елге барар алдында бірнеше қажетті фраза жаттап алыңыз. Ол қонақ үй алар алдында орналасқан жеріне қарайды. Асқар мамандық таңдамас бұрын ата-анасымен ақылдасты. Үй тапсырмасы. Бір тақырыпты таңдаңыз. Қысқаша сипаттап жазыңыз. Ата-анаңызбен бірге өткізген ерекше мереке. Ата-анаңыз сыйлаған ерекше сыйлық. Ата-анаңызға ренжіген кезіңіз, бірақ қазір сіз үшін ол қызық естелік. Ата-анаңызға айтпай істеген ісіңіз, бірақ қазір ол сіз үшін қызық естелік. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.